2020 жылы жалпы төлемдерді, аударымдарды төлеу жалғастырылады. Жұмыс берушілердің бәрі аударымдарды төлей береді. Бұл міндет әрбір жұмыс берушіге ешқандай үзіліссіз болады. Сондықтан 18-19 жылдары барлық жұмыс берушілер 1,5% есептелген табыстан 1,5%-ын төлеп отыратын болса аударымдарды, ал 2020 жылы 2%-ды құрайтын болады осы төлемдердің сомасы. Жалпы жаңағы жеке кәсіпкерлер 17 жылғы төлемдерін төлеп отырады да, жарналарын төлеп отырады да, ал 18 жылдың 1 қаңтарынан бастап жарналарды төлемейді. Дәл осы үзіліс 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін созылатын болады. Сондықтан жеке кәсіпкерлерге қомақты көмек және жеңілдік қарастырылып отыр. Жеке келісімшарттармен табыс табушы азаматтардың жарна көлемі азайып отыр. Оларға да көмек ретінде қарастырылып отыр. Бұл қатардағы осы санаттағы азаматтар жаңағы жеке дара келісімшарттармен табыс тауып жүрген азаматтардың жарна сомасы 5%-дан, жалпы есептелген табыс көзінің 5%-нан 1%-ға дейін төмендетіліп отыр. Және де осы санаттағы азаматтар 2018 жылдан бастап төлемейді. Оларға да өзіліс қарастырылған. 2020 жылдан бастап жаңағы жалпы барлық табысының 1%-ын төлейтін болады. Және де бұл жерде айта кету керек, мемлекет өз тарапынан 14 санаттағы азаматтарға жарна төлеу керек болатын. Мемлекет өз тарапынан 14 санаттағы азаматтардың жарнасын 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап төлейтін болады. Бұл жерде де ешқандай жарна жаңағы төлемдерінің көлемі ешқандай өзгеріссіз. Осы 2020 жылы мемлекет өз тарапынан 4%-ды төлеу керек болатын болса, сол 4%-ды 2020 жылдан бастап төлей бастайды. Арнайы режимдегі кәсіпкерлер биылғы жылғы, осы 17 жылдың 1 шілдесінен бастап осы желтоқсанға дейін төлейтін төлемдерін, осы аралықтағы төлеуге тиісті төлемдерін, жарналарын 2018 жылдың жаңағы есеп беру мерзіміне сәйкес төлейді. Жалпы нақтырақ айтқанда, ол осы қаңтар айларында төленетін, қаңтар немесе ақпан айларында төленетін жарна сомасы болады. Олар, мысалы айтатын болсақ, жалпы режимдегі кәсіпкерлер олар ай сайын төлеп отыратын болса жарналарын, ал арнайы режимдегі кәсіпкерлер олар өз сомасын жарты жылға кейін шегеріп, бірақ жалпы бүкіл сомасын бірден төлейтін болады. Сондықтан бұл жерде ешқандай өзгерістер жоқ. 17 жылғы міндет толыққанды орындалатын болады. Ал 18 жылы бәріне жеңілдетіліп, жаңағы үзіліс қарастырылған.